Видео басталмай тұрып конкурс 5000 теңгеге. Біріншіден осы каналға подписка жасаймыз, екіншіден лайк басамыз, және үшіншіден менің денежный фриланс каналыма подписка жасаңыздар, ссылкасы описанияда болады. Барлықтарыңызға сәттілік. Баланста 502 рубль бар, осы ақшаны шығарып көрейін. Ол үшін моя страница, мына жерде вывод средств деген бар, соған басамыз. Сәлем достар, сіздермен Дәулет Бисұлтанов. Бүгін сіздерге өте оңай ақша табу тәсілін көрсетемін. Ешқандай ақша салымсыз және телефон арқылы. Сізде осылай ақша табу үшін осы видеоны міндетті түрде толық көріңіз. Біз бастаймыз. Достар, біздің ақша табатын сайттың аты WinSeo деп аталынады. Ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Енді бұл сайт 24 күн жұмыс істеп жатыр екен. Бұл жерде біз өзімізге исполнитель дегенді таңдаймыз. Және де осы сайт арқылы өте оңай түрде ақша табуға болады. Сонымен қатар моментальный выплаты дейді, яғни ақшаны міндетті түрде тез уақытта шығарып алуға болады. Оның барлығын сіздерге көрсетемін. Енді біз мына жерде начать зарабатывать басамыз. Осы жерге өздеріңіздің логиндарыңызды жазасыздар. Мысалы мен DAO123 деп қалдырамын. Имейлдарыңызды, парольдарыңызды жазып, создать аккаунт басамыз. Регистрация жасап болғаннан кейін, мына біздің жеке кабинетіміз. Сол жағын қарайтын болсақ, мына жерде біз общий заданиялар арқылы ақша табамыз, серфинг сайтов арқылы және просмотр видео арқылы. Общий заданияға кіреміз. Енді достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жерде өте көп заданиялар бар, барлығын орындап, қомақты ақша табуға болады. Қазір сіздерге 1-2 заданияларды орындап көрсетемін, және де өзім осы жерден көп задания орындап, ең аяғында ақшаны шығарып көрсетемін. Және де достар, қарап тұрсаңыздар, мына жерде сортировка деген бар. Бұл жерде яғни по цене және по рейтингу таңдай аламыз. Яғни по цене басатын болсақ, мына жерде ең жақсы төлейтін заданиялар 20 рубль, 10 рубль, одан кейін 9 рубль, яғни осындай заданиялар бар, соларды бастап орындауға болады. Сонымен қатар мына жерде категория деген бар. Өздеріңізге ұнайтын, мысалы, регистрация немесе Instagram арқылы, Telegram арқылы, TikTok арқылы ақша табатын заданияларды орындауларыңызға болады. Мысалы, мен Телеграмды таңдаймын. Одан кейін мына жерде көрсетілген, яғни бір подпискаға бізге 0,7 рубль ақша төлейді. Немесе вступить в группу в Telegram дейді, ол үшін 0,3 рубль ақша төлейді екен. Яғни осындай заданияларды сіздерде орындап ақша табуларыңызға болады. Категорияда мобильное приложение деген таңдадым. Сол үшін бізге бір мобильный приложениені жүктегенге 20 рубль ақша төлейді. Немесе жай ғана регистрацияға 10 рубль ақша төленеді екен. Қазір задание орындап көрсетемін. Телеграмды таңдаймын. Ең астында қарайтын болсақ, вступить в группу Telegram дейді, осын таңдайық. Бұл жерде описанияны міндетті түрде оқимыз. Одан кейін скрин подтверждение дейді, яғни осыны жіберген үшін бізге ақша төленеді. Және достар, қарайтын болсаңыздар, мына жерде оң жағында оплачено дейді, яғни 143 адам осы заданияны орындап ақша тапқан екен. Мына жерде біз начать выполнение басамыз. Сіздер мысалы телефон арқылы да осы жерден ақша табуларыңызға болады. Енді басайық. Подписка жасап болғаннан кейін мына жерге өздеріңіздің скриншоттарыңызды саласыздар, немесе өздеріңіздің логиндарыңызды жазуға болады. Одан кейін выполнить басамыз. Олар тексеріп болғаннан кейін бізге балансымызға ақша төленеді. Мына жерде жазылып тұр, ваша заявка находится на проверке деп. Енді достар, біз ары қарай общий заданияға кіреміз де басқа осындай заданияларды орындап шығуымызға болады. Осы заданияларды орындап болғаннан кейін одан да оңай ақша табу тәсілі бар. Ол бізде серфинг сайтов сол жағында, осыған басамыз. Бұл жерде бізге кішкене төмен ақша төлейді, бірақ бұның орындау өте оңай. Ол үшін не істейміз? Мына жерде серфингті, яғни осы сайтта 20 секунд қарағанымыз үшін бізге 0,06 рубль ақша төленеді екен. Енді осыны орындап көрейік. Міне астында бізде таймер бар. Достар, баланста қазір 5 рубль, обновление жасап көрейік. Міне жаңағы сайт үшін бізге 60 копейка ақша төленді. Достар, қарап тұрсаңыздар, менің балансымда қазір 5 рубль бар. Осы сайттан қазір барлық заданияларды орындап шығамын, 2-3 сағат уақытымды кетіріп. Одан кейін осы сайттан қанша таптым және сол ақшаны шығарғанымды көрсетемін. Ал кеттік. Осы жерде көптеген заданияларды орындап шықтым. Баланста 502 рубль бар. Осы ақшаны шығарып көрейін. Ол үшін моя страница, мына жерде вывод средств деген бар, соған басамыз. Одан кейін ВМР, яғни WebMoney кошелекқа, Яндексқа, немесе өзіміздің картамызға, Каспи Голд және де басқа карталарға шығарып алуға болады. Одан кейін ВМЗ бар. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, минимальный вывод 10 рубльдан басталады, мен картаға шығарамын. Және де ең бір кереметі осы сайттың ақша бізге моментально түседі, яғни қазір шығарып көреміз, одан кейін сіздерге барлығын толық көрсетемін.
Мына жерге мен 501 рубль деп жазамын, картаны таңдадым, вывод средств басамын. Мне, достар, жазылып тұр 501 рубль успешно переведены на ваш счет деп. Закрыть басамыз. Қазір сіздерге телефонға келді ма, соны көрсетемін. Мына жерде датаны таңдаймын, 17-сінен 18-не дейін. Готовы басамын. Міне маған 501 рубль ақша түсті. Бұлай көруімізге болады пополнение 501 рубль. Түнгі 12-ден 56 минут кетіп тұр. Ол Россия уақытымен көрсетілген. Сондықтан да міне ақша түсті. Сайт ақша толығымен төлейді. Және сол жағында последний выплаты деген бар. Бұл жерде көруге болады. Міне менің логиным 501 рубль ақша өзімнің картама шығарып алдым деп жазылып тұр. Одан кейін мына жерде одан да басқа адамдар ақшаны шығарып жатыр. Достар, жаңа ақша табу тәсілдерін жіберіп алмас үшін осы каналға подписка, видеоға лайк басыңыздар, конкурсқа қатысыңыздар. Сіздермен болған Дәулет Бисұлтанов, сау болыңыздар.